Ассаламалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Алдыңғы видеоға тағы да бір қоса кетер ғой. Ол не үшін менде срывқа алып келді деген нәрсе сұрақ болатын болса, осы түнгі жұмыс, түнгі ұйықтамау, ол мынау нәрсе. Мен мысалға организм түнде демалу керек, ұйықтау керек. Бірақ мен не істеймін? Ұйықтайтын уақытты мен керісінше мен жұмыс істеуге мәжбүр боламын. Ал маған оны кім істетеді? Маған оны басқалар істетеді. Демек, менде маған жаңағыдай приказ беретін, маған бұйрық беретін адамдар бар деген сөз. Ал бұл нәрсе адамның ерік жігерін сындырады, яғни орысша айтқанда воля. Сондықтан егер мысалға сізге стоящий, өз лайықты суммаға, лайықты ақшаға жұмыс ұсынбаса, осы именно түнгі сменаға, онда келіспеңіз. Мысалға маған 500 мың теңге берем десе айына, мен түнгі смена пожалуйста істеймін. Бірақ енді әлбетте ол 500 мың теңге мен жоғалтқан уақытыма, жоғалтқан психикамды орнына келтірмейді. Бірақ енді ішің ашымайды бір жағынан. Ал енді 100 мың теңге, 110 мың теңгеге не стоит. Сондықтан мынандай бір қағида бар, не соглашайтесь на меньше, то есть аз нәрсеге келіспеңдер. Енді ол мен мәжбүр болған себепті жұмысқа шығу керек болды. Бірақ Алла қаласа осы жақын арада ол жұмыстан шығып басқа өзіме енді условиясы ұнайтындай, келетіндей жаңағы жұмысқа Алла қаласа орналасам. Сондықтан жігіттер, не соглашайтесь на меньше, аз нәрсеге келіспеңдер. Осы жерде воля туралы бір өлең есіме түсіп отыр. Мы рождены, чтобы сделать сказку былью, преодолеть пространство и простор. У нас воля, сила и бесконечное стремление, а вместо сердца пламенный мотор. Жігіттер, қуатты болыңдар.